Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдаушылар? Бұл бейне лекцияда сіздермен клиникалық зерттеулер тақырыбын қарастырамыз. Бастау үшін анықтаумен қарастырайық және клиникалық зерттеу дәрілік препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалау үшін жүргізілетін адамдардың қатысуымен ғылыми зерттеу. Клиникалық зерттеу кез келген жаңа препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігін дәлелдеудің жалғыз және болып табылады. Барлық клиникалық зерттеулер тиісті клиникалық практиканың арнайы халықаралық ережелерін сақтай отырып жүргізілуі тиіс. Бұл ережелерді ұстану қоғам үшін зерттеуге қатысатын пациенттердің құқықтары қорғалатынына аз зерттеу нәтижелері сенімді болуына кепілдік береді. Клиникалық зерттеулер жаңа препараттарды әзірлеу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады. Зерттеулер жаңа препараттың қаншалықты тиімді екені, оның қандай жанама әсерлері болуы мүмкін және олар адам денсаулығы мен өміріне қаншалықты қауіпті екендігін туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Клиникалық зерттеулер аяқталған және олардың нәтижелері талданғаннан кейін ғана зерттеу жүргізген фармацевтикалық компания мемлекеттік органға препаратты тіркеуге өтінім бере алады. Егер ол клиникалық зерттеулер кезінен өтпеген болса, бірде-бір дәрілік препаратты нарыққа шығаруға болмайды. Зерттеу нәтижелеріне байланысты тіркеуге өтінім қабылданбауы немесе мақұлдануы мүмкін. Егер ол жеткіліксіз, тиімді немесе қауіпсіз болса, препарат тіркеуден бас тартылады. Алайда бұл жағдайда да зерттеу нәтижелері адамдар үшін үлкен маңызға ие. Олардың арқасында ғалымдар ауруды жақсы түсініп, емдеудің тиімді және қауіпсіз әдістерін іздеуді ары қарай қозғала алады. Егер зерттеу нәтижелері препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігін растаса, ол тіркеледі және дәрігерлер оны пациенттерге тағайындай алады. Клиникалық зерттеулерде кез келген дизайн сияқты оның артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Немесе сіз слайдта көріп отырған шектеулер айтамыз. Клиникалық зерттеулердің құрылымы, бақылау тобының болуы, науқастарды енгізу мен алып тастаудың айқын критерийлері, топтардың біртектелігі, өлшемі таңдауы, рандомизация, соқыр емдеу, соқыр нәтижелерді бағалау, қатаң тиімділік критерийлері. Клиникалық зерттеуде әрдайым препаратты инвитро пробиркаларда және инвиво зертханалық зертханаларында зерттеу жүргізіледі. Егер клиникаға дейінгі зерттеулер барысында оның қауіпсіздігі мен тиімділігі бойынша оң нәтижелер алынса ғана препаратқа клиникалық зерттеулер сатысына жол беріледі. Клиникалық зерттеулер бірнеше кезінде фаза өтеді. Препараттың әрбір келесі фазасына, егер ол алдыңғы кезінде жақсы нәтиже көрсеткен жағдайы ғана ауысады. Дәрілік затты әзірлеуші дәрілік затты клиникаға дейінгі зерттеу дәрілік препаратты клиникалық зерттеу нәтижелеріне, сондай-ақ дәрілік затты өндіру технологиясына құқығы бар ұйым. Бірінші кезеңде эксперименталды препарат шығын адамдар тобының қатысуымен тестеленеді 20-80 адам. Бұл препаратты адамда алғашқы қолданылады. Дәрігерлер оны уаттылығын бағалайды, қауіпсіз дозаны анықтайды, жаңа әсерлерін анықтайды.
фаза сау еріктілерге алғашқы зерттеулер 10, 40, 80 адам, онкология, психикалық аурулар және тағы басқа. Басты мақсаты қауіпсіздік және төзімділік, одан әрі зерттеу мүмкіндігі, оның ішінде препараттың бір реттік дозасын көтергішілігі, ең көп тасымалданатын доза, ең аз тиімді доза. Фармакокинетикалық параметрлерді, фармакодинамикалық әсерлерді, жағымсыз құбылыстарды зерттейді. Зерттеу бірінші орталықта жүргізіледі. Зерттеу субъекттерінің денсаулық жағдайы мұқият бақыланады. Тәулік бойы бақылауда болады. Бірінші фазаның артықшылықтары: дені сау еріктілердің қажетті санын теру оңай. Дені сау тұлғалар тағайындалған терапияның режимі мен сызбасын сақтауда. Екінші фаза препарат шамамен 100-300 пациенттің қатысуымен тестіленеді. Белгілі бір ауру кезінде оның тиімділігі тексеріледі және қолдану тәуекелдері егжей-тегжейлі бағаланады. Екінші фаза емдеушілердегі алғашқы бақыланатын зерттеулер 50-300-800 адам. Басты мақсат тиімділікті орнату, дозалатын оңтайлы режимдерін анықтау, қауіпсіздікті бағалау. Үшінші фаза емдеу алдын алу немесе диагностикалау мақсатында науқастардың кейбір іріктелген популяцияларының тиімділігін және қауіпсіздігін пилоттық зерттеу. Үшінші фазасының мақсаты дәрілік заттың қысқа мерзімде қауіпсіздігін бағалау және терапевтикалық көрсеткіш кезінде шекті дозаларды анықтау, тиімділікті бастапқы бағалау, басқа пайдалану мүмкін әдіснаманы бағалау. Үшінші фазада препарат бірнеше мың пациенттердің қатысуымен зерттеледі. Бірден 3-ке дейін және одан да көп. Үлкен популяцияда белгілі бір ауру кезінде оның тиімділігін растау, сирек пайда болатын жанама әсерлеу анықтау және емдеудің стандартты әдістерімен салыстыру үшін. Үшінші фазасының ерекшеліктері: 1500 пациенттердің жағымсыз дәрілік реакциялардың сипаты мен профилі зерттеледі. Клиникалық маңызды дәрілермен өзара әрекеттесу зерттеледі. Жасына ілеспелі патологияға әсері: 2 соқыр бақыланатын рандомизацияланған зерттеулер, ұзақтығы бірнеше жыл. Төртінші кезең бұл препаратты тіркеуден кейін, кейде олардың тіркеуден кейінгі деп айтады, жүргізілетін постмаркетингтік зерттеулер. Олардың мақсаты препараттың қауіпсіздігі, тиімділігі және оңтайлы қолданылуы туралы қосымша ақпарат алу болып табылады. Мақсаты препараттың тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы түрлі дәрілік нысандары туралы толығырақ ақпарат алу. Препаратта әр түрлі топтағы емделушілерде қауіп факторлары және тағы басқа болғанда ұзақ қолдануды қадағалау. Пациенттердің көп саны бұрын белгісіз және сирек кездесетін жағымсыз құбылыстарды анықтауға мүмкіндік береді. Субъекті фаза төртінші емдеу үшін осы тіркелген аурумен ауыратын науқастар 1000 адам. Тіркелген кейін науқастардың жаңа топтары жас, нәсілеттік. Төртінші фазаның міндеттері: терапиялық профильді кеңейту, тиімділік туралы қосымша ақпарат, түрлі дәрілік түрлі дозалары, емдеу режимдері мен ұзақтығы, дәрілік өзара әрекеттесулер,
пациенттердің жаңа топты жасы, расы немесе тағы басқа. Қазір біз сізбен бақылау емдеу түрлері қарастырамыз. Салыстырмалы клиникалық сынақтағы салыстыру тобын бақылау тобы деп айтады. Бақылау тобы болу мүмкін плацебо, басқа белсенді емдеу, ешқандай ем алмаған топ, сол препараттың басқа дозасы. Плацебо бар бақылау тобын қарастырайық. Плацебо дегеніміз не? Плацебо белгісінде препарат түрінде дәрілердің әсерін ғылыми бағалауда қолданылатын индифферентті зат. Плацебо бақылау технологиясын зерттеуші дәрілік заттарды ішпегеннен ешқандай зиян шекпейтін болса ғана қолдануға болады. Бақылауда басқа түрі параллельді бақылау. Зерттеуді емделусіз бақылау тобы субъектілер кездейсоқ түрде тест еміне немесе емнің жоқтығына тағайындалады. Бұл схема мен плацебо бақыланатын зерттеу арасындағы принциптік айырмашылық субъектілер мен зерттеушілер ем тағайындауға маскировка жасалынбайды. Қос соқыр дизайндардың артықшылықтарына байланысты бұл дизайн екі соқыр қиын немесе мүмкін болған кезде, мысалы жеңіл танылатын ұтымдылығы бар емдеу және зерттеудің соңғы нүктелері бұрмаланбағанына ақылы қонымды сенім болғанда және зерттеу нәтижелеріне факторлар әсер етуі екіталай. Бақылау дозасы әсері. Дозаға байланысты рандомизацияланған зерттеуде субъектілер тіркелген дозасы бар бірнеше топтың бірнеше рандомизацияланған субъекттер бастапқы олардың белгіленген дозасына орналастыру немесе біртеттеп осы дозаға дейін артуы мүмкін. Бірақ топ арасындағы болжамды салыстыру олардың соңғы дозасы бойынша жүргізіледі. Дозаға тәуелді сынақтар әдетті қос соқыр. Олар плацебо, нөлдік доза және немесе белсенді бақылауды қамтысуы мүмкін. Әр түрлі режимдерді бақыланатын зерттеуде субъектілер зерттелетін препараттың екі немесе одан да көп схемасын рандомизацияланады, мысалы күніне 2 рет, 7 күнге қарсы 3 күн. Қолданыстығы емді бақылау мен сынауда субъектілер кездейсоқ түрде тестілік емдеу үшін немесе белгісенді бақылау емі үшін стандартты терапия немесе стандартты тағайындалады. Мұндай сынақтар әдетте қос соқыр, бірақ бұл әрқашан мүмкін емес. Мысалы, онкология саласындағы көптеген зерттеулер қиын немесе түрлі режимдерге енгізу жолдары мен түрлі уақыттылыққа байланысты соқыр бақылау үшін мүмкін емес деп саналады. Қолдастығы емен бақылау сынақтарды тиімділікті көрсетуге қатысты екі түрлі мақсатты көздеу мүмкін. Бірінші, тестілік емнің тиімділігі көрсету, ол белгілі қолданыстағы ем ретінде жақсы екенін көрсету немесе екінші, тестілік емнің қолданыстағы емнен артықшылығы көрсету. Оларды емдеудің екі түрінің тиімділігімен немесе қауіпсіздігін салыстыру үшін қолдануға болады. Зерттеудің мақсаты және емдеудің тиімділігін көрсету немесе емдеудің екі әдісін салыстыру болып табылатындығы қарамастан зерттеу тиімді ем. Соқыр әдіс көздеу араласу бүркемелеу көздеу әдісі ретінде пайдалану кезінде зерттеуге қатысушылар салыстырмалы топтардың қайсына жатқызылатындығын білмейді. Әдіс науқастарға, дәрігерлерге клиникалық нәтижелерді тіркейтін немесе бағалайтын зерттеушілерге, сондай-ақ статистиктерге де қолданылуы мүмкін.
ажыратады. Ашық зерттеу барлық қатысушылар нақты науқасқа қандай дәрілік зат қолданылып отыруға жайлы біледі. Қарапайым соқыр пациенттер қандай топқа негізгі немесе бақылау жататынын білмейді. Қос соқыр науқас та зерттеуші де дәрігер де білмейді. Және үш соқыр науқас та зерттеуші дәрігер де статист та білмейді. Өмір сүру ұзақтығы, медиана өмір сүру барлығы, нақты мерзімде өмір сүру және тағы басқа сияқты сипаттамалар ұсынылуы мүмкін. Шынайы соңғы нүктелерді ажыратады. Салыстырмалы тәуекелер, олар жиі физиологиялық немесе биологиялық маркерлер болып табылатын суррогатты соңғы нүктелермен тығыз байланысты. Зерттеудің мақсаты көбінесе бастапқы және қайталама соңғы нүктелер ретінде көрсетіледі. Соңғы нүктелер бұл емдеудің немесе емдеуден ықтимал әсері сандық анықтайтын шаралар. Клиникалық соңғы нүктелерге қосымша өмір сапасы мен экономиялық факторлар да соңғы нүктелер ретінде анықталуы мүмкін. Клиникалық соңғы нүкте болуы тиіс, релевантты және оңай түсіндірілетін, клиникалық айқын және онан сәйкестірілетін. Емдеу айырмашылығы сезімтал. Екі емдеу әдістерінің салыстырмалы тиімділігі бағалаудың бірнеше жолы бар. Ең қолайлы клиникалық көрсеткіш ретінде бір қолайсыз нәтиженің алдын алу үшін емдеу қажет. Науқастардың саны ұсынылады. Бұл көрсеткіш абсолюттік тәуелділікті кері төмендету шамасы болып табылады. Назарларыңызға рахмет.